Ал балалар, бүгін ерекше күн екен. Қане, келген қонақтарымызбен сәлемдесіп алайық. Сәлеметсіздер! Ал балалар, мен сендерді шаттық шеңберіне шақырамын. Балалар, оқу іс-әрекетін бастамас бұрын тілімізге жаттығу жасап алайық. Ал қане суретті тосап. Балалар, келесі түтікше жаттығуы. Жаттығу аттың шауып келе жатқаны қале. Енді балалар, дыбыстық жаттығу жасап алайық. Ек, шықты бәйшешек. Өте тамаша. Келесі. Ғай, соқты найзағай. Соқты найзағай. Өте тамаша. Келесі. Тем, келді көктем. Келді көктем. Өте тамаша. Жарайсыңдар балалар. Бізге қоңырау келген сияқты. Қане тыңдайық. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен сиқырлы пішіндер әлемінің тұрғынымын. Біздің геометрия пішіндер әлеміндегі барлық пішіндер мен денелер жан-жаққа шашырап, орындарын таба алмай жүр. Оларды орындарына орналастырып жинау үшін сендер сияқты ақылды балалар ғана көмектесе алады. Балалар, көмектесесіңдер ме? Балалар, көмектесеміз бе? Жарайды. Олай болса біз пішіндер әлеміне бару үшін немен барамыз? Машинамен, таксимен баруға болады екен. Самолетпен, ұшақпен баруға болады екен. Қайықпен де баруға болады екен. Ал бұлардың барлығын кемемен баруға болады екен. Өте тамаша. Бұлардың барлығын бір сөзбен не деп айтады екенбіз? Көліктер деп айтады екенбіз. Өте тамаша. Олай болса балалар, біз КамАЗбен де баруға болады. Олай болса балалар, біз пойызбен пішіндер әлеміне барамыз. Ал балалар, сендер дайынсыздар ма пішіндер әлеміне баруға? Олай болса, кеттік. Келіппіз. Ал балалар, көктем мезгілінде неше ай бар? 3 ай бар. Қандай? Наурыз, Сәуір, мамыр. Өте тамаша. Ал енді балалар, келесі тапсырманы қарайықшы. Келесі тапсырмада не көріп тұрсыңдар? Бәйшешек. Көктем мезгілінде ең алғаш қай гүл шығады? Бәйшешек гүлі өте тамаша. Ал келесі тапсырманы қарайық. Бір алма. Ал балалар, бұл тура және кері санау керек екенбіз. Кәне санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5. Ал енді кері санаймыз. 5, 4, 3, 2, 1. Өте тамаша, жарайсыңдар. Ал енді балалар, келесі тапсырмаға қарайықшы. Келесі тапсырма қандай тапсырма екен? Пішіндер екен. Ал қандай пішіндерді көріп тұрсыңдар? 3 бұрыштағы, 4 бұрыштағы, домалақ, шеңбер және 4 шаршы екен.
Ал келесі тапсырманы қарайықшы. Ал Құстарға үй жасап береміз. құстарға ұя жасап береді екенбіз көктем мезгілінде, иә? Өте тамаша. Ал келесі тапсырмаға қараңдаршы. Күн шығып тұр екен, иә балалар? Көктем мезгілінде күн жылынады екен, өте жақсы. Ал келесі тапсырмаға қараймыз. Аюлар оянады. Аюлар оянады екен көктем мезгілінде, қыс мезгілінде ұйқыда жатады екен, иә? Өте жақсы. Ал келесі тапсырманы көріңдерші. Пойыз. Аттан күндерін сұрап тұр екен. Қанекей. Ал балалар, біздің пішіндер әлемінде ғажайып текше ойыны бар екен. Ал мен қазір мына суреттерді, текшені айналдыра отырып, суреттерден сендер сөйлем құрайсыңдар. Жарай ма? Ал, дайынбыз ба? Ал. Кім айтады? Айсана айтамызын. Көктем мезгілінде замбыр жиі жауады. Өте тамаша. Жарайсың. Келесі. Айзат. Қазір. Айзат айта ғой. Көктем мезгілінде қызғалдақ гүлі өседі. Өте жақсы. Келесі, Канки. Кім шығады? Апаймен. Айсұлтан келе ғой. Көктем мезгілінде жел соғады. Өте тамаша. Келесі кім шығады? Ал кім шығады екен? Кім? Асылай. Бәсекені көріседі. Өте тамаша. Бәйшешек гүлі өседі екен. Ал тағы да кім шығады балалар? Мен. Ал Мен. Айзере. Ағаштарға бүршік жарады. Ағаштарға пісік даяды. Өте тамаша. Ағаштарда бүршік жарады екен. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар. Балалар, орталыққа бармас бұрын саусағымызға жаттығу жасап алайық. Қане? Алақанмен жасаймыз, дәмді үлкен бауырсақ. Онымызды илейміз, бауырсақты сағынсақ. Он түйірді шашпаймыз, жерде жатса баспаймыз. Асырамы ақауы, ойымызды сақтаймыз. Өте тамаша, жарайсыңдар. Балалар, орталықтағы қауіпсіздік ережелерін есімізге түсіріп алайық. Құм терапиясында құмды аузымызға салмаймыз. Ұсақ бөлшектерді аузымызға салмаймыз. Және де су бояқпен жұмыс істегенде су бояқты сыртына шығармаймыз, аузымызға салмаймыз, ұқыпты пайдаланамыз. Енді балалар, орталықтарға бөлінейік. Менің қолымдағы пішіндерді алып, өздерінің орталықтарына бөліне қойыңдар. Үміттен бастаймыз, келе ғой Үміт. Пішінді алып, секіртпемен секіріп, орталыққа барамыз. Жарайсың, келе ғой. Баспайсың ғой. Али, дөңгелек тәрізді. Ал балалар, біздің бірінші орталығымызда құм терапиясы. Бұл құм терапиясында құмның бетіне пішіндерді саласындар. Өздерінің қалаған пішіндеріңді саласындар саусақтың ұшымен. Ал енді балалар, біздің келесі орталығымызда орындықты құрастырамыз. Қараңдаршы, орындықтың пішіндері көп екен. Осы орындықтың суретіне қарап, осы пішіндерден орындық құрастырамыз.
Ал балалар, келесі біздің орталығымыз сурет салу, су бояқ арқылы пішіндерді бояп шығамыз. Көрдіңдер ме? Балалар, қане сергі балайық. Әуен қосқан кезде билейміз, әуен тоқтағаннан кейін мына суреттерге қарап қимыл жасаймыз. Жарай ма? Ал қане, дайынбыз ба? Ал. Қане қимыл жасаймыз. Биле, биле, қосылып биле, далада иде, бізбен бірге биле, маймылдай биле, маймылдай биле. Ал қане бір-бір бірге тұра қояйық суретке. Өте тамаша. Келесі. Маймылдай биле, маймыл, күлкілі билейді, енді кенгуру, секілді секір, енді кенгуру. Ал кәнеке, қандай тапсырмаға тұрдыңдар? Өте тамаша. Жарайсыңдар балалар. Ал келесі. Секілді секір, кенгуру, секір, кенгуру, секіріп билейді, тоқта, қимылдама. Ал кәнеке. Жарайсыңдар. Өте тамаша. Ал балалар шаршағандарың басылды ма? Жарайсыңдар. Қане орнымызға отыра қояйық. Балалар, біздің келесі ойынымыз пішіндерден құрақ көрпеше құрастыру және де геометриялық пішіндерді бір-біріне құрастыру екен. Қане, екі топқа бөлініп ойынға келе қойыңдар. Өздерінің таңдаулары бойынша келе қой. Süre ver. Ал балалар, біз қандай пішіндерді құрастырдық? Мынау қандай пішін екен? Домалақ екен. Ал мынау қандай пішін? Үшбұрыш. Ал мынау қандай пішін? Төртбұрыш екен, е? Өте тамаша. Ал балалар, сендер не құрастырдыңдар? Қошқар мүйіз. Неден құрастырдыңдар? Пішіндерден құрастырыпсыңдар. Ал оюдың аты қандай? Қошқар мүйіз. Жарайсыңдар балалар. Қолдарынан өнер тамған екен сендердің.
Қане, орнымызға отыра қойыңдар. Ал балалар, біздің келесі ойынымыз шашу ойыны. Қазақтың дәстүрі бойынша шашу шашамын. Ал сендер шашудағы кәмпиттерді жинап алып, кәмпиттегі ерекшеліктерді айтасыңдар. Ал Қанекей. Ал алам ойындар. Ал Қанекей, орнымызға отыра қояқшы. Ал балалар, шашуды жинап алдыңдар ма? Иә. Ал Қанекей, шашуларында қандай түс бар екен? Араш Сұлтан, қандай түс сен шашу? Менің сары төртбұрыш. Өте тамаша. Сары түсті тік төртбұрышы бар екен шашуында. Ал келесі, Айзат, сенің шашуында қандай пішім бар? Сары төртбұрыш. Төртбұрыш, өте жақсы. Ал Еркеназ, сенің шашуың. Осымен біздің пішіндер әлеміндегі саяхатымыз аяқталды. Біз пішіндер әлемінде неше түрлі тапсырмаларды орындадық. Сендер өте ақылды, жақсы балалы екенсіңдер. Ал енді біздің топқа оралатын уақытымыз болды. Қане біз келген пойызымызға мініп, қайта топқа ораламыз. Қане, менің артынан тұра қойыңдар. Ал кеттік. Мен